зорлық-зомбылық, апаттар, көлік апаттары, терезеден құлап кетулердің барлығы көп уақыттарда жаз айларында болады. Ол оқушы соны қалай қабылдап, қалай жеңе алуында деп ойлаймын. Мектепте жүрген әлдеқайда жақсырақ. Біз оны 25 мамырға 25 мамырға ауысудан гөрі қайтаға маусымның 15-16-сына дейін сол жерді ойластыруымыз керек. Қуанатын жағдай емес негізі. Неге? Армысыздар, Қазақ Ньюс YouTube арнасының оқырмандары. Бүгін бізде қонақта елімізге танымал отбасылық психолог Ержан Мырзабаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Алдымызда жаңа оқу жылы. Алғашқы сұрақты осы жақтан бастасақ, балалар демалыстан келеді. Алғаш рет мектепке қадам басып жатқандар бар. Балалар қалай адаптация жасау керек, қалай оқуға кіріскен дұрыс, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Рахмет, өте өзекті тақырып көтеріп отырсыздар. Шын мәнінде оқу жылының алдында көп ата-аналар мектепке дайындалады, асығысады, түрлі қарбалас болып жатады. Сөйтеді, әйтеуір 3 ай каникул аман-есен бітірдік деп мектепке тапсырып жіберуге асығысады. Бірақ ата-аналардың байқағаным, баланың мектепке дайындығы деген кезде көп жағдайларда киімі түгел ме, қаламы түгел ме, дәптері түгел ме, соны ғана қарайды. Ал баланың психоэмоционалды жағдайы, ішкі жан күйін ескермейді. Қандай да бір қорқыныш бар ма, қандай да бір уайым бар ма, ішіне қандай да бір қайғы бар ма, мысалға да. Жаңа оқуға бара жатырмын, жаңа сыныпқа, жаңа мектеп ауыстырып жатырмын, қала ауыстырып жатырмын. 3 ай өзінің сыныптастарынан алыстап кеттім. Өткен жылы қалай бітірген еді? Қандай сезімдермен, ойлармен бітірген еді? Биыл 3 айдың ішінде сол қайтадан қайталанбайды ма? Мысалға, буллингке ұшыраған оқушы болса, зорлық-зомбылық көрген оқушы болса, сабақтарын нашар бітірген оқушы болса, ол қазір қайтадан мектепке бару, ол үшін үлкен бір стресс. Қайтадан сол ортаға түсемін, қайтадан сол жаққа барамын, қайтадан маған күледі, қайтадан оқи алмаймын, маған тиіседі деп ыңғайсызданады мысалға. Немесе жаңа сыныпқа, жаңа ортаға бара жатырмын, мені қалай қабылдайды екен, үйрене аламын ба, үйрене алмаймын ба деген сияқты нәрселерде уайымдар болады. Басқа сыныпқа, басқа мектепке ауысу деген сияқты. Сондықтан ата-аналар да осы тұрғыдан баланың психоэмоционалдық жағдайын ескеріп, соған сәйкес әңгімелесіп сөйлесу керек. Отырып жалпы ең идеалды түрде негізі менің айтатыным, баланы мектептің басталғанына 2 апта бұрын каникулдан алып қою керек. Көбісі, мысалы мен сізге айтайын, бүгін ертең неден келе жатыр, кеше бүгін демалыстан келе жатыр. 28-30-на дейін сол ауылда келген кезде бір күн апыр-топыр киім форма алып кетеміз, дәптер алып береміз. 1 қыркүйекте мектепке былай айтқан кезде баламды тығып жібереміз мысалы. Ал негізі 2 апта бұрын кем дегенде келіп, үйге адаптация болу, ата-анаға адаптация болу, мектептің болатын жеріне, сол қалаға мысалға адаптация болу, ауыл, каникул, лагерь атмосферасына шығу. Соңғы 2 аптаның ішінде отырып, алдымыздағы болатын оқу жолының кітаптарын бір қайталау, сабақтарын бір қайталап алу керек мысалға. Алғашқы рет бір мектепке баратын болса, ата-ана баласын алып бірге мектепке барсын. Бірге барсын, мынау сенің мектебің, мынау сыныбың, мынау кабинет, мысалы, мұғалімдердің қазір бәрі жұмыста, мына сынып жетекшіміз, жеке бір көрсін, бір таныссын. Соған сәйкес сынып жетекшісінің есінде де бұл бала ерекше есте қалады. Ата-анасымен келген соң, жеке жолыққан соң біліп жататын болады да, соның барлығы баланың бойындағы мектеп алды стрессті азайтады. Содан бөлек мектепке келген кезде барып, мысалға, балаға бірінші мектепке бара жатқан балдар айтатын болсақ, баланы как есть реально мектепке дайындау керек. Ол жерде керемет сабақ оқисың, күшті мұғалімдерің болады, бәрі сені жақсы көреді, бәрі мықты болады деп баламда бір алдамшы, бір ертегі әлеміне бара жатқан сияқты кіргізбеу керек. Балам, ол жерде мектеп, ол сабақ, мұғалімің болады, саған белгілі бір талаптары болады, сенің белгілі бір жауапкершіліктерің болады. Енді сабақ оқу керек боласың, сен есейіп келе жатсың, балабақшадан шықтық, мектепке бара жатырмыз, тапсырмалар болуы мүмкін деген сияқты болатын нәрселерге кәдімгідей қалай бар, солай баланы дайындау керек. Осы нәрселерді ескерген маңызды деп ойлаймын. Осы мектеп жиі ауыстыратын, қала жиі ауыстыратын оқушыларға осы жиі ауысу сабақ үлгеріміне достар табуға қалай әсер етеді деп ойлайсыз мысалы? Кері әсер етеді. Жалпы бала үшін негізі адаптация өте қиын өтеді. Адаптациялық кезең ауыр өтеді. Және сіз мысалға бір рет адаптациядан өтіп, сол мектепте, сол ортада 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл оқу бар, немесе жыл сайын сол адаптацияда өте беру бар. Және балада қайта мектеп ауыстырғаннан кейін
құрбыларына, достарына байлану, яғни привязанность қалыптаспайды. Ешкімді өзіне қатты жақындатпайды, ешкіммен жақын дос болмайды. Неге? Өйткені ол достармен айырылысу әрдайым ауыр болады. Бәрібір бір жылдан кейін мектеп ауыстырамын, қатты байланбай қояйын, бәрібір ертең олармен бірге бола алмаймын. Құрсын ертең ата-анам жұмысына байланысты бәрібір көшіп кетеді. Сөйтіп қарайды да мәселеге. Сөйтіп ешкіммен жақын достаса алмайды. Жан досы болмай қалуы мүмкін. Жандасы болмай қалуы мүмкін. Жандасы болмай қалуы мүмкін. Және осы мектепке деген адаптация процесіндегі беретін стрессті қайта-қайта балаға біз ұшырап жатамыз. Сол үшін ата-аналар біріншіден енді жұмыс бар, тіршілік бар, әртүрлі жағдайлар бар, оны да ескеру керек. Дегенмен барынша баланың мектебін ауыстырмайтындай, еш болмағанда бір 2 жыл, 3 жыл немесе периодмен бөлінбей оқитындай. Мысалы, бастауыш мектеп, 1-ші сыныптан бастадың ба, 4-ші сыныпқа дейін бітір. Мысалы, орта сынып бар, мысалы, 5-ші сыныптан 8-ші, 9-ші сыныпқа дейін ауыспайтындай. 10-11 бар, мысалы, университет алды, соңғы сынып, жоғары сынып деп айтады. Сол мектеп, сол периодтарды ескеру керек. Яғни мен бүгін жұмысым ана ауданға шықты, мынаға кеттік, ана шетелге шықтық, мына жаққа кетті деп ауыстырмай, белгілі бір нақты жері болатын болса, соған сәйкес жұмыс істеу керек. Осыған байланысты, мысалы, бізде жақсы үлгілері бар, мысалы, вахтамен жұмыс істейтін адамдарды ескеретін болсақ, ол не істейді, мысалы, әйел бала шағасы бір қалада күнделікті барып келетін мектебі, таныс ортасы тұра береді, ал жұмыс істеп жатқан отағасы көп жағдайларда өзі жүреді, мысалы. Бір ай барады, бір ай келеді, бір ай барады, бір ай келеді. Мысалы, сіз жұмыс істеп жатсаңыз, 2 аптада бір келіп кете аласыз, 3 аптада бір келіп кете аласыз. Әрине, отбасының барынша бірге болған дұрыс, дегенмен баланың қайта-қайта адаптациясын ескеру керек. Бірақ мына жерде мынандай бір маңызды момент бар. Мектеп қайта-қайта ауыстырсақ, балаға стресс болады, мүлдем ауыстырайық, не болса сол сыныпты бітірсін, сол мектепте оқысын деп қатып қалған да дұрыс емес. Баланың сол мектепте, сол сыныпта өзін қалай сезініп жатқанына байланысты. Яғни сыныбы жақсы болатын болса, класс жетекшісімен қарым-қатынас жақсы болатын болса, орта сізге ұнайтын болса, ата-аналар жақсы болатын болса, ол жерден барынша айырылмауға тырысу керек. Ұрыс-керіс көп болып жатса, сынып жетекші немқұрайлы қарап жатса, класстастарымен түрлі конфликттер немесе буллинг болып жатса, ондай кездерде әрине еш нәрсеге қаламай баланың мектебін ауыстыруды ойластыру керек. Рахмет. Осы мектеп жалпы оқушы кезең өте ұзақ кезең, 11-12 жыл деген секілді. Осы уақытта оқушылар жалығады, шаршайды. Ата-аналар жалпы қалай шабыттандырып тұрған дұрыс және қандай мақсаттар қойған дұрыс секілді деген сұрақ. Өте жақсы. Біріншіден мектеп біз ұзақ деп айтамыз, бірақ мектеп белгілі бір периодтарға бөлінгенін ескеру керек. Бізде мысалы бір жылда 4 тоқсан бар. Бір тоқсан оқисың, бір апта 10 күн демаласың, екінші тоқсан оқисың, бір апта 10 күн демаласың сияқты. Біз бір сағынып тұратын, демалып тұратын кезеңдер бар. Соны ескеру керек. Маңыздысы. Және мектепте жүрсің ба, немесе үйде бос жүрсің ба, қарағанда мектепте жүрген әлде қайда жақсырақ. Мысалы, кеше ғана оқу ағарту министрлігі тамыз кеңесіне қатыстым. Сол жерде оқу жылы 30 маусымнан 25 маусымға қайта ауысты деді мысалға. Сол жердегі артық бір аптаны оқымайтын болды. Мұғалімдердің бәрі қуанып жатыр, ата-аналардың бәрі қуанып жатыр. Бірақ мен айтайын сізге, қуанатын жағдай емес негізі. Неге? Біз оны 25 мамырға ауысудан гөрі қайтаға маусымның 15-16-сына дейін сол жерді ойластыруымыз керек. Неге? Азия елдерінің арасында ең көп демалатын ел біздің ел. Мектеп оқушылары ең көп демалады. Тағы да көп демалайық деп отырмайын қазақтар. Және бұл қайтаға, мысалы, қазір мен бүгін Instagram парақшасын қарап жатырмын, таныстарым парақшасын қарап жатырмын, көп ата-аналар Құдайға шүкір 1 қыркүйек аман-есен келді деп жатыр. Яғни 3 ай бойы баланы үйде ұстап отыру, ата-анаға оған қарауға мәжбүр болу өте қиын нәрсе, ауыр жүк. Өйткені жазаннан кешке дейін баланы сен бір нәрсемен айналысу керексің. Ол үшін жұмыс істемеу керексің. Жұмысың бар мысалға. Балдарға байланысты барлық зорлық-зомбылық, апаттар, көлік апаттары, терезеден құлап кетулердің барлығы көп уақыттарда жаз айларында болады. Өйткені баланың ең көп қараусыз қалатын кезеңі жаз айлары. Ата-анасымен қалатын кезең деп қойсаңыз. Ата-анасымен қалады, бірақ ата-ана үйде жоқ. Ата-ана үйде жоқ, ата-ана жұмыста, немесе ата-ана бәрін қарап үлгермейді. Осы тұрғыдан оқу жылын қысқарту емес, қайта ұзартуды біз алуымыз керек.
ортасындағы 90 арасындағы демалыстарды ескеретін болсақ, одан кейін бізде әртүрлі мерекелерге арналған демалыстар бар. Мысалға, мен есімде мектеп оқыған кезде біз үшін 2-ші тоқсан мен 4-ші тоқсан жоқ сияқты. Қысқа. Біріншіден қысқа, екіншіден демалыстар көп. Демалыстар көп, міне дегенше бітті өтіп кетті, қатты бір не оқығанды түсінбей қаласың. Мысалға, енді оқиын деп жатсаң бір мереке, енді оқиын деп жатсаң бір демалыс, енді оқиын деп жатсаң. Ал егер солтүстік өңірлерді есептейтін болсақ, солтүстік өңір дегенім бұл Алматы, Жамбыл, Шымкент, Қызылорда. Мысалға, оңтүстік есептемесеңіз Ақтау дейік, мысалы Атырау дейді. Бұл төмен жақ есептемесеңіз, қалғандардың барлығы бізде солтүстік саналады. Яғни қыс шарттары ауыр. Қар көп жауады, боран көп болады, жолдар жабылып қалады. Мысалға, соған сәйкес оқымаған күндерді есептейтін болсақ, біздің балаларымыз өзінің құрбыларынан, басқа дамыған елдердегі құрбыларынан әлдеқайда кері қалып бара жатыр. Мысалы, шетелде оларда оқу 20-21 тамызда басталады. Мысалы, ақш-та 20-21 тамызда оқу басталады. Мысалы, нелер қарай, ерте басталады, кеш бітеді. Сол үшін балдарға 3 ай қараусыз өз бетімен каникул беріп қою, бұл 9 айлық оқу ағарту ісінің былай айтқан кезде құрдымға кетуі. Ұмытып кетуі мүмкін ба кейбір нәрселер? Ұмытып кетеді. Сабақ оқу ұмытып кетеді, 1. Тәрбие бұзылып кетеді, 2. Қараусыз қалады, сыныптан алшақтап қалады, мектептен алшақтап қалады. 3 ай каникул өте көп. Менің ойымша оны қайтаға қысқартып, балалардың барынша мектепте оқу, сабақ, біліммен айналысқаны. Мүмкін, мысалға, көктем, жазға қарай оқу күндерін, оқу бағдарламасын жеңілдетуге болады, ойын форматын көбірек енгізуге болады, 4 қабырғаның ішінде емес, сыртта, табиғатта сабақтарды көбірек өткізуге болады, форматына қарай. Бірақ сабақты барынша көбірек оқу керек. Енді мотивация деп айттық. Мотивация қалай береміз? Барлық ата-аналар жылдың басында баламен мынаны келісу керек. Мысалы, өткен жыл сен табеліңді алып кел, қанша баға алдың? Қанша 5, қанша 4, қанша 3. Баламен ашық түрде сөйлесу керек. Төмен болған сабақтар, бұлар саған қызық емес па, ұнамайды ма, оқығың келмейді ма, түсінбейсің ба, не мәселе? Ашық түрде айтшы, маған қызық емес. Балаға сабақ қызық емес болатын болса, мұғалім кінәлі. Өйткені баланы сабаққа қызықтыру ол мұғалімнің міндеті. Мұғалім соншалықты сабақты қызық өту керек, бала көз жанып тұратындай. Мен өзім оқушы болдым, мысалға 7-8 сыныпта ұнатпаған, жақтырмаған, түсінбеген, қиналған сабақтарды, мысалы 9-10 сыныпта тура сол пәннен басқа мұғалім келген кезде, мынау күшті сабақ екен, қызық сабақ екен деп оқып қызып кеткен сәттер көп болған. Демек, мәселе оқушыда емес, пәнде емес, сол пәнге қызықтыра алмаған мұғалімде. Соны ескеру керек. Біріншіден, қай сабаққа ұнамайды, кейбір мен түсінбеймін бұл сабақты. Түсінбеймін. Саған бұған байланысты репетитор, қосымша сабақ алайық па, көмектесейік па? Жалпы бұны негізі оқу жылы біткен кезде 3 ай бойынша осымен жұмыс істеу керек еді. Оқу жылының ішінде емес, демалыс кезінде, стрессіз, уайымсыз, аптасына 2-3 рет сен математикадан қосымша сабаққа барсаң, қатты қиналмайсың, өйткені басқа сабақ, оқу, қарбалас, үй жұмысы жоқ. Бірақ сол сабақты үйреніп аласың, меңгеріп кетесің, қалып қойған тақырыптарында қайталап аласың, реттеп аласың. Көмек керек па? Көмек көрсетеміз. Ұнамайды ма? Бұл пәнді балама қызықтырып кім түсіндіре алады? Немесе керек болатын болса, мектеп әкімшілігімен сөйлесіп, мына мұғалімге байланысты осындай сабақ балаларға қызық емес дейді, қызықтырамайды дейді, ұнатамайды дейді. Соны сөйлесу керек. Екіншісі, балаға мақсат қойған кезде қолынан келетін істей алатын мақсаттарды қою керек. Мысалы, ата-аналар бүйтеді, өткен жылдың соңында 5-3-ім бар, осылардың барлығын биыл 4 класын. 2-4-ім бар, солардың бәрі 5 класын, мысалы. Нақты мақсат қояды. Бірақ бала тәрбиесінде бізде мақсат нәтиже болмау керек. Процесс болу керек. Баға болмау керек. Баға болмау керек. Ешқашан баға болмау керек. 5-ке оқы, үздік бол, мықты алып кел деген кезде біз баланы нәтижеге бейімдеп қоямыз ғой. Нәтижеге бейімделген бала процеске мән бермейді. 5 керек па? Бол. Қалай алсам сол аламын. Көшіріп алам ба, жаттап барам ба, мұғаліммен келісем ба, не істесем де әйтеуір 5 алып келсем болды. Олай емес. Балам, мен саған талабым күнделікті 2 сағат үй жұмысына бөлесін. 24 сағат уақыт бар, сол 2 сағат үй жұмысына бөлесін. Болды. 2 сағатта артық бөлмей ақ қой. Бірақ одан да аз болмасын.
Мен сен күнделікті үй жұмысына 2 сағат уақыт бөлгенді көрейін, нәтижесі бүкіл сабақтардың 3 болса мен саған ризамын. Өйткені сен нені үйрендің? Ұқыпты түрде, күнделікті, жүйелі түрде жұмыс істеуді үйрендің. Бұл дағды бар ғой, бұл дағды. Қазір нәтижесін бермесе де алдағы уақытта өте үлкен нәтижесін береді. Өте үлкен жетістікке жетеді. Өйткені біз баланың бойында қазіргі таңда нәтиже 5, 3, 4 емес, біз оны тәрбиелеп дағды қалыптастырып жатырмыз. Мінез қалыптастырып жатырмыз, характер қалыптастырып жатырмыз. Осыған сәйкес балам нәтиже емес, үдеріс, яғни процесс маңызды. Күнделікті 3 бет, 5 бет кітап оқисың. Күнделікті 2 сағат үй жұмысын істейсің. Аптасына 3 рет тренировкаға барасың, жаттығуға барасың деген сияқты, яғни істей алатын нәрселерді қоятын болсақ, онда бала процесстен ләззат алуды үйренеді да, нәтижесі ертелі кешке бәрібір жақсы болады. Бірақ асығыстықпен тек қана нәтижені ойлайтын, нәтиже үшін әртүрлі нәрсе жасауға болады деп ойлайтын бала болмайды. Яғни мотивацияны осылай беру керек. Және соңғы нәрсе ата-аналар мынандай қателіктер жасайды. Кейде мотивация берем деп, бірінші 90-ды сабақтарымды жақсы бітір, мен саған iPhone алып беремін. Мына пәнді жөнде, мысалы әр 5-ке 3000 теңге беремін, 5000 теңге беремін, 500 ақшамен мотивацияты. Қараңыз, құрметті ата-аналар, баланың міндетті түрде жасау керек нәрсесіне марапат болмайды. Солай. Қызық. Міндетті түрде. Сабақ оқу балам сенің міндетің ол. Мен 500 теңге берсем де бермесем де сен оқу керек. Ол еркелету ма? Ол еркелету. Қалай? Еркелетудің жағымсыз жағы баланы бұзу бұл. Масылдыққа үйрету ма? Иә. Ондай болса 500 теңге бермесем оқымаймын. Балам оқысаң өз үшін оқисың. Қайтаға оқымаймын деген нәрсе жоқ. Сен оқу үшін оқушысың, мектепке барасың, саған талап қояды. Ал не болады марапат? Мысалға, сабақ оқу, мектепке бару, бұл әр оқушының жасау керек міндеті. Бірақ оқып жүріп бір олимпиадаға қатысып қалды. Жарысқа қатысып қалды. Нәтиже алып келді. Құттықтау ретінде, оның жетістіктерін көру, байқау тұрғысынан жасайды. Одан кейін сіз балаңызға ештеңе айтпайсыз. Бағана айттық қой, күнделікті 2 сағат үй жұмысын істеу. Сөйтіп қарайсыз да, бір күн шақырасыз, қызым, келе ғой дейсіз. Мен байқап жүрмін, сен бір ай бойы күнделікті 2 сағат үзбей сабақ оқып отырдың. Дайындығыңды жасадың, мен бұны бағалаймын. Осының құрметіне мен саған сыйлық берем, ақша берем, кафеге апарам, бір нәрсе демалдырам. Бұл нені көрсетеді? Балам, маған процесс маңызды. Нәтиже маңызды, процесс маңызды. Және екіншісі, мен сенің қаншалықты қажырлы еңбек етіп жатқаныңды байқап жатырмын, бағалап жатырмын. Күшті, керемет, мен одан да жақсы істейін. Кейде болады, бала тырысады, жұмыс істейді, ата-ана оны ештеңе көрмейді, тек қана соңындағы 3-ті көріп қалады, соңындағы 4-ті көріп қалады, сөйтеді, осыншама еңбегін бағаламай, қарамай, 3 алған үшін ұрсады. Бұл баланың мотивациясын қайтаға құртады. Түсінікті, осы мектеп тақырыбынан алыстамаймыз. Бізде мектеп тақырыбында классика десек болады, буллинг тақырыбы. Жалпы көп адамдар кездесуі мүмкін, оқушылар кездесуі мүмкін нәрсе, буллинг деген. Әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, бірақ маңыздысы менің ойымша ол оқушы соны қалай қабылдап, қалай жеңе алуында деп ойлаймын. Егер қандай қасиеттерге ие болу керек деп ойлайсыз өзіңіздің ойыңызша? Буллинг дегеніміз, жалпы буллингке түсінік беріп кететін болсақ, буллинг дегеніміз біреуге зиян келтіру мақсатында қайталанатын жағымсыз әрекеттер. Біріншіден қайталанатын сөз. Яғни сіз мектепке барасыз, қайта-қайта сізге тиіседі, қайта-қайта сізді мазақтайды, қайта-қайта сізді қағып кетеді. Бетіңе басады қайта-қайта. Бетіне басады. Екіншісі, буллингтің ерекшелігі күш тепе-теңсіздігі. Яғни 3-4 адам бір балаға тиіседі. Күштілеу, мықтылау бала әлсіз балаға тиіседі. Жоғары сынып, төменгі сыныпқа тиіседі. Күш тепе-теңсіздігі бар. Яғни кетші бар, аузын жапшы, дұрыстап сөйле деп өзіңізді қорғай алмайтын позициядағы бұл буллинг. Одан бөлек конфликт бар мысалға. Конфликт пен буллингті көп жағдайларда ата-аналар бір-біріне шатастырады. Конфликт ол бір рет болатын нәрсе. Қақтығысып қалдық, ұрысып қалдық, бір ручканы бөлісе алмадық, дәптерді, кітапты бөлісе алмадық, партаны, орынды бөлісе алмадық, асханада бір керісіп қалдық. Ол нормально, қалай айтсам, ол буллинг емес, ол конфликт. Оған ата-ана назар ауды шешу керек. Бірақ буллинг ол жүйелі түрде қайта-қайта және күш тепе-теңсіздігімен болатын нәрсе. Осындай сәттерде енді буллингтің ерекшелігін түсінгеннен кейін біз не істеуіміз керек? Біріншіден, баламен жылдың басында бұл тақырыпты сөйлесу керек. Балам, буллинг деген нәрсе бар. Оны не екенін мен білем, интернеттен оқыдым, интервьюден тыңдадым, видеоларды көрдім. Бұл физикалық тұрғыдан көп
психологиялық тұрғыдан қатты адам шаршататын нәрсе. Аха. Yani сізді бір бет аузыңызды бытшын шығарып, ұрып, соғып, ол нәрсе істелмейді. Бірақ жайлап неріңізге тамшылап, солай сіздің ашуыңызды келтіреді, неріңізді тоздырады. Ондай жағдай болған кезде маған айт. Ата-ананың бала алдындағы ең бірінші міндеті қорғау. Қорғау. Мен сені әрдайым әртүрлі ситуациядан қорғай аламын. Сонда бір сенімділік беру керек. Яғни маған біреу тиіссе, ата-анам мені қорғайды. Маған біреу тиіссе, мен өз-өзіме жауап бере аламын, тұра аламын. Өйткені артында ата-анам бар. Өзіңізге сенімді болу керек бала. Сөйтіп, балаға соның біріншісін айтамыз. Екіншісі, буллинг болған фактілер болатын болса, сынып жетекшісін тарту керек. Апай класста осындай жағдай болып жатыр. Параллельный класстан балалар былай дейсіп жатыр, жоғары класстан былай болып жатыр. Бұған байланысты мектеп ішінде буллингке қарсы қандай бағдарламалар бар? Мектеп ішінде буллинг қаншалықты күн тәртібіндегі мәселе? Біз осыдан бірнеше жыл бұрын бір облыста, атын айтпай қояйын, жоба жасадық буллингтің алдын алу және болдырмау жолдары бойынша. Сол жерде сынып жетекшілермен кездесу ұйымдастырдық, тренингтер өткіздік. Және байқағаным, көп сынып жетекшілер буллингке немқұрайлы қарайды. Болып жатқан олар біледі негізі? Біледі, көреді, байқайды, мән бермейді. Араласқысы келмейді. Аузы қанап жатқан жоқ қой. Жылап атқан жоқ қой, қатты үндемей жүр ғой. Балдар арасында болады ондай нәрсе. Өйткені біледі де, бір кірсе, қанша мәселе айналысу керек. Оған менің уақытым жоқ, оған менің желанием жоқ, оған менің өзім проблемаларым жетіп жатыр. Біреудің баласымен проблемасымен айналысқысы келмейді. Сол үшін ата-ана бұл жерде белсенділік танытып, сынып жетекшісін тарту керек, міндетті түрде ақылдасып бірге бұл мәселені шешуге тырысу керек. Үшіншісі, балам буллинг болған жағдайларда енді буллингтің екі түрлі форматы бар, мысалға. Бірінші форматы бұл адамды ашуландырғаннан ләззат алу. Әдейі істеу ма ол? Бәрі әдейі. Буллингте всегда бәрі әдейі. Конфликтте байқаусыздан нечаянно болады. Буллингте бәрі әдейі болады, специально болады. Специально, давай қазір мысалға Ержанды жындандырамыз. Былай айтсақ, ашуланады, сөйтіп бәріміз күлеміз. Давай, келісіп аламыз да, сөйтіп Ержанды көреміз класста, келіп оған тиісеміз, Ержан ашуланады, жынданады, и сол ашуланып жынданған олар күледі. Ренжиді, бөкеп қалжылайды, сол жылаған реакциясына күледі. Значит, балаға нені үйрету керек? Сен олар қалаған реакцияны көрсету арқылы олардың көздеген мақсатына жеткізіп отырсың. Ал егер олардың айтқан нәрсесіне самоирония жасайтын болсаң, сарказм жасайтын болсаң, өзің сондай кеш бар деп немқұрайлы қойдыңса, жеңіл қарайтын болсаң, оған әсерленбейтінді көрсететін болсаң, онда олар не істейді? Көздеген мақсатымыз жетпеді, маған сөз өтпейді екен, құрсын біз басқа бір жерде тауып алайық деп мысалы. Қояды. Сөйтіп қояды. Бір форматы осы. Екіншісі, бұл оқушы, ұл болсын, қыз болсын, бірақ ұл балаларда көбірек болады. Ұл болсын, қыз болсын, оқушылар бойында басқалардан ерекшеленетін, қатты көзге түсетін бір қасиет бар. Сол қасиет үшін оған тиіседі. Байдың қызы, Куртойдың баласы, өзінше олимпиадник, өзінше күшті сабақ оқиды. Немесе жаман жағынан да ерекшеленген, кедейдің баласы, дым сабақ оқымайды, двоечник, осыған тиісейік. Яғни басқалардан қатты ерекшеленетін бір қасиет бар. Сол қасиетіңіз бар болатын болса, ол қасиетті барынша, қайтсам, көзге түспейтін, жасыру емес, онымен қатты мақтанбау керек. Мен олимпиадникпін, дәреже алдым, үйттім деп қайта айта беретін болсаңыз, мен үздікпін, мен күшті оқимын, мен бестікпін, қалғандар қалып қойын деп қайта айта беретін болсаңыз, менің ата-анам күшті телефон алып берді, күшті киім алып берді деп қайта мақтанып көрсете беретін болсаңыз, ол басқалардың міндетті түрде қызғанышын оятатын нәрсе. Сөйтіп тиісуі мүмкін. Сондықтан не болу керек? Айтады ғой андай, қазақтың жақсы сөзі не дейді? Қатарының алды болма, көз тиеді, қатарының арты болма, сөз тиеді дейді. Сосын өзінің қатарымен, құрбыларымен. Ата-ана да мынаны түсіну керек. Мен баламды қай жерде оқытып жатырмын? Кейбір мектептер бар, сол жерде сәл бір жыл төмен айфонмен барып қалсаңыз, буллингтің құрбаны болуыңыз мүмкін. Кейбір мектептер бар, сәл жақсылау телефонмен барсаңыз, буллингтің құрбаны болып кетесіз. Сол үшін мен орта мектепке беріп жатырмын, орта семьяның балдары, әртүрлі деңгейдегі балдар, мен баламды соған сәйкес киіндірем, дайындаймын, апарам. Балам қатты құтыра берме,
өзінше бола берме, мақтана берме, біздің үйде анау бар, біздің машинамыз мынандай, менің телефоным мынандай деп, бұл бірінші дұрыс емес. Тәрбиесіздікті көрсетеді, мәдениетсіздікті көрсетеді. сол арқылы одан кейін еще таяқшысы сол үшін. Ал жақсы, қымбат, жекеменшік мектепке бара жатсаңыз, соған сәйкес, сол ортаға сәйкес. Ортаға сәйкес болған кезде бала не істейді? Буллингке ұшырамайтын болады. Яғни бала қатты мән бермесе, қатты назар аудармаса, буллингтен өтіп кетуі мүмкін. Иә. Түсінікті. Өзіңіз білетіндей, қыркүйектің осы екінші аптасында, қателеспесем, отбасы күні, қоғам болып бізде ерекше атап өтеді деп айта алмаймын. Бірақ бұл солай атап өтілу керек пе? Қаншалықты маңызды деп ойлайсыз осы мереке біздің қазақ қоғамы үшін? Қазақ қоғамы үшін бұл кейіннен пайда болған мереке, бірақ өте қажет мереке. Неге? Өйткені соңғы кездері бізде отбасы құндылықтары құлдырап бара жатыр. Отбасыға көңіл бөлу азайып бара жатыр деп айтсам болады. Бұрынғы дәстүрлі отбасы форматы өзгеріп бара жатыр. Қазір көбісінің қолында телефон, біз әлеуметтік желідеміз постоянно, біз постоянно жұмыс бастымыз, ақша жетіспейді, уақыт жоқ, көңіл жоқ. Оңтүстікте болсаңыз бітпейтін тойлар, іс-шаралар, семьяға бөлетін уақыт жоқ мысалға. Бұл негізі мен өзім клиенттермен жұмыс істеген кезде, отбасылық проблемалармен келеді адам жұмыс істеген кезде, мен ең бірінші қоятын сұрағым сол. Отбасылық күн бар ма? 90% отбасылық күн жоқ. Білмей ме? Жоқ ондай күн. Жалпы өздері арнамаған, арнамаған ондай күн. Уақыт болса, қол тисе, мүмкін шығармыз, демалыс күнінде не істейміз? Қонақ күтеміз, қонаққа барамыз, үй жинаймыз, андасында бір тамаққа шығып келеміз, кафеге барамыз деп айтады мысалы. Бірақ жүйелі түрде мына отбасылық күн. Отбасылық күн деген сөз, сен отбасынан басқа еш нәрсемен айналыспайтын күн. Ол айына, аптасына болуы мүмкін ба, или қалай? Жылына бір өз қойып ала ма? Отбасылық күн аптасына бір рет болу керек. Міндетті түрде аптасына бір рет отбасылық күн. Бір апта бойы біреу оқуда, біреу сабақта, біреу жұмыста, анда-мында асығыс қарбалыстың ішінде өмір сүрген отбасы мүшелері шашырайды, ыдырайды. Сөйтіп аптасына бір күн бәрі жиналатын, бірігетін, бір-бірінен жағымды энергия алатын, бір-біріне жағымды көңіл күй сыйлайтын. Біз отбасымыз қандай күшті атмосфера, мереке күшті, керемет уақыт өткізіп жатырмыз. Әкеме еркелей алам, әшейінде уақыт жоқ деп постоянно үйде көрмейміз. Мамамен ойнай алам, әшейінде тамақ жұмыс істеп қол тимей жатыр. Бауырларыммен нормальный уақыт өткізе аламын деген сияқты бүкіл отбасы екенін сезінетін аптада бір рет сондай күн болу керек. Аптада бір рет міндетті болу. Енді жылынан бір рет келе жатқан бұл мерекенің мақсаты да отбасылық күнді дәріптеу, отбасы құндылықтарын еске түсіру. Осындай отбасы бар, оған көңіл бөлу керек, мән беру керек деген сияқты назар аудартқызу мақсатына жасалған. Ол мереке өте қажет. Бірақ мерекенің баққан кезде бір жаңа жыл деңгейінде өтпеуі әрине қынжылтады. Мерекенің керекті дәрежеде қайтсам бір пропагандалық, агитациялық жұмыстар жасалмауы әрине қынжылтады. Тек қана бір мемлекеттік қызметкерлер құттықтап қояды, бірақ соған байланысты мысалға бір аттракциондар тегін болса, үлкен іс-шаралар жоқ дейсіз ғой. Іс-шаралар болса, соған байланысты отбасыларға арнайы сыйлықтар берілетін болса, соған байланысты отбасылар арасында түрлі жарыстар өткізіп отыратын болса, соған байланысты отбасылар құндылықтар дәріптейтін бір фильмдер, роликтер көбірек болатын болса, сол кезде бұл мереке әлде қайда құнды, әлде қайда әсерлі болады деп ойлаймын. Өйткені біз жалпы миымыз солай, біз күнделікті өмірде не көретін болсақ, сол нәрсеге бейімбіз. Не көретініміз. Біз күніге мысалға азарт ойындарының рекламасын көре беретін болсақ, қаласан да қаламасынан бір ойнап көрейінші деген ой кетеді. Тура сол сияқты мысалы, күнделікті бір банктердің рекламасын көрсең, барып бір кредит алайыншы деген келіп кетеді мысалы. Күнделікті сіз бір техниканың рекламасын көре берсеңіз, құрсын менде мынандай телевизор алайыншы деген келіп кетеді. Енді осының орнына күнделікті сіз отбасы туралы жарнама көретін болсаңыз, ролик көретін болсаңыз, айтыла беретін болса, шынымен жұрттың бәрі отбасына көңіл бөледі, мен не істейтін, мен де отбасымды қолға алайын деп назар аударатын боласыз. Кішкене отбасы оқушылардан алыстау болады. Білесіз, жақында Астанада Тәжікстанның көрмесі өтті. Сол кезде біздің халық Жапатармағай сол жерден заттарды алып отқан видео тарады. Осыған байланысты көп пікірлер тарап жатты. Сіз өзіңіз жеке ойыңызша
осы оқиғаға қандай баға берер едіңіз? Яғни біздің халық жабайы мінезі бар ма? Әлде бұл бүкіл адамзатқа тән қасиет па? Барлық кінә және жауапкершілік тікелей ұйымдастырушыларда, қала әкімдігінде. Бұндай оқиғалар бұл тек қана Қазақстанға немесе астаналарға тән нәрсе емес. Мысалы, сіз YouTube-тан видеоларды ашып көрсеңіз, мысалға тегін емес, мысалы шетелде скидкамен телефон беріліп жатыр десе, адамдар бір-бірін таптап магазиннің бәрін қопарып жатады мысалға. Бір жерде арзан беріліп жатыр, бір жерде тегін беріліп, және өзі көп адамға алуға болады дейтін болса, адамның жалпы табиғатында бар нәрсе. Бір-екі адам, тегін екен, қой жүгіріп барып, ең мықтысын алайын деп таласады, қалғандар психологиялық тұрғыдан автоматты түрде не істейді? Тобыр психология, ол алады, ой, мен де алып қалайын. Әйтпесе ол жүзін өмірінде жемегеннен емес, қарбыз үйінде жоқтығынан емес, қауын жетіспегеннен емес, тегін беріліп жатқандықтан адамдар сол нәрсеге таласады. Бұл жерде ұйымдастырушылар осының барлығын дұрыс жүйелі түрде жасау керек еді. Мысалы, аэропорттарда байқайсыздар ма? Мысалға, әуежайға келген кезде бір стойканың алдында қатарынан бәрі тұратын болса, постоянно конфликт. Сен тұр, мен тұр, ары тұр, бері тұр, адам көп, бір сызықта ұстау қиын, біреу мына жерге қысылса да проблема болады. Ал егер мысалы қай кезде стойканың алдынан зигзагообразный кезек құрылатын болса, жіппен сызылып, сол кезде адам көп, бірақ рет-ретімен жайлап бір-бірінің артынан жүріп жатады мысалға. Тура сол сияқты, мысалы, әкім өзі айтты, 100 мың адам келді деді. Егер сіз 100 мың адамды басқара алмайтын болсаңыз, игере алмайтын болсаңыз, 100 мың адам шақырмау керек. Алып келмеу керек. Ал 100 мың адам келетінін біліп отырсаңыз, соған сәйкес тәртіп сақшылар қайда қарап отыр, әкімдік қызметкерлер қайда отыр, ұйымдастырушылардың әр ұйымдастырушы белгілі бір стендке жауапты адам, стол стендте адам тегін қалай алады? Алдынан алу керек па, үстінен алу керек па, артынан алу керек па, қай жерден? Немесе тіпті тегін емес деп айту керек, ескерту керек дейсіз ғой. Жоқ, тегін бола берсін. Тегін бола берсін. Тегін емес, ақшамен сатып алады, тегін де бола берсін. Бірақ бұл тегін, бірақ бұны алу үшін құрмет кезекке тұрамыз. Қанша адамға жетсе, сонша адам алады. Ана жақтан кіруге болмайды, мына жақтан секіруге болмайды. Түсіңіз, мына жақтан жаза салмайсыз деп, полициямен бірге әкімдік қызметкерлер болатын болса, волонтерлер болатын болса, халыққа сол тегін дүниені бір-бірімізді таптамай, езбей қалай алуға болатынын бағыт-бағдар берілетін болса, менің ойымша бұндай жағдайларға әкелмейтін еді. Бұл әлемнің барлық жағында бар. Жалпы адам психологиясы сондай. Мысалы, бір жерде тегін деген кезде біз бәрін тастап жүгіріп барып алғымыз келеді, көргіміз келеді, үйімізде болса да барып алғымыз келеді. Бұл жерде халықты еш кінәлаудың керегі жоқ. Бұл халық жабайы, мәдениетсіз, көргенсіз, өкінішке орай бұны мемлекет қызметтегі адамдарды айтып жатыр. Екіншісі, түрлі блогерлер, танымал кісілер айтып жатыр. Біз ешқашан өз халқымызды айыптамауымыз керек. Ешқашан өз халқымызды кінәламауымыз керек. Өйткені қара халықтан ешқашан кінәлі болмайды олар. Олар келді, оларға жол сілтейтін, бағыт-бағдар беретін басындағы адамдар. Мына стендке былай кіресіз, мына жерден шығып. Мысалға, кәдімгідей бір не жоқ, өзі бір трафик жоқ. Қай жерден кірем, қай жерден шығам, қай стендке қашан барам, әрі-бері жүргеннен кейін осы нәрсеге міндетті түрде өкінішке орай алып келеді. Енді бұйырса қала басшылығына және жалпы бұндай іс-шараларды ұйымдастыратын ұйымдастырушыларға бұл жақсы сабақ, дәріс болды деп ойлаймын. Келесі кезектерде осындай көрмендер болған кезде қанша адам келеді, соған сәйкес дайындықтар жасалатын болса, жеткілікті дәрежеде волонтерлар, тәртіп сақшылықтары, әкімдік қызметкерлері орында табылатын болса, келген халыққа анда бар, мұнда бар деп бағыт-бағдар бере отыратын болса, бұндай хаос болмайды. Рахмет сұхбатыңызға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге тек қана қызықты контенттер ұсынуға тырысамыз.